аға атеистердің келтірген дәлелдері шындыққа ұқсап тұрады. Көп адам Құдайға сенуден бас тартып жатыр. Ойыңыз қандай дейді. Жоқ, атеистерге енді келтірген уәждемелер, жауаптар өте көп. Ғылыми де, шарғи де, өмірден де, логикадан да, мантықтан да Құдайдың барлығына дәлел өте көп айналайын. Енді Алла өзі адам намаз оқуы, Құдай деп аузынан шығуы ненің белгісі? Құдайдың жүрегіне салынғанның белгісі. Құдайдың жүрек неден салады? Алла өзі қалап салады. Адам бай бола береді. Любой адам успешный, атақты, абыройлы, мансапты бола береді. Кәпір де бола береді ондай. Кәпір болмайды деген сөз жоқ қой. Сендер көрдіңдер ме? Тек қана мұсылмандар ғана бай болады деп. Жоқ, ондай емес. Мұсылманға да, кәпірге де Құдай бере береді. Бірақ Алла жақсы көргеннің белгісін қайдан білеміз десең, аузында Алла, жүрегінде иман, Құдайдан қорқыны болады. Сен жүрегінде Құдайға деген сенің иманың болса, онда Құдай сені жақсы көргеннің белгісі. Демек, Алла адамды жақсы көргеннің белгісі аузынан Алла деген сөз шыққаны дейді. Енді оған Алла қаламаған екен, атеистке не істейміз енді? Оны жақсы көреміз біз бәрі, біздің бауырымыз, біздің Қазақстанның азаматы. Құдай туралы жаман сөз айтса, Құдай жүрегіне хидаят берсін дейміз, дәлеліміз келтіреміз. Бірақ сіздерге айтайын дегенім, салғыласпаңыздар. Тұрып алып, олармен аузыңа ақ ит кіріп, көк ит кіріп, ана салғыласа бергеннен, қазір тәңіршілерден дегендер, жаңағы атеистердің көбейген себебі мына сауатсыз, ренжімеңдер, сауатсыз ұстазбын дегендердің ана солармен салғыласқаннан. Сен не қыласың салғыласып? Салғыласпа ешкіммен. Дінді не қыласың? Дәлелде болған. Алла хидаят берсін оған. Сен басқа нәрсемен алысайық біз. Қаншама қазақ бауырың шоқыны батыр, қаншамасы Алланы танымайды, не Құдайы білмейді, ғибадатын дұрыс емес, намазы жоқ. Солармен алысайық, соларды жақсылыққа шақырайық. Отырып алып Нұрланды аңдып, Нұрлан имам бүйтіп айтты, сөйтіп айтты деп мен аңдып ана группа чаттарда ауыздарына ақ ит кіріп көк ит шығып жатқанда барлықтарыңызға. Менің күнәмді көтермейсіздер ешқайсыңыз. Сондайлар айтып, лучше біз қазақты тәрбиелейік, ұлтымызды тәрбиелейік. Бәріміз тоқтамай бір сөзді мен туралы айтқанша, бір сөзді иман туралы, ислам туралы, қазақ туралы, ұлтымыз туралы айтыңыздар. Өзінше қари болып, өзінше ұстаздардың группасы бар. Сол группада уағыз айтпай-ақ бір-біріне мені жамандайды. Жақсы білемін, скриндар бәрі бар. Бәрін сотқа беріп бітшін шығарғың келеді, қойшы деп. Итпен ит болмай-ақ қояйын деймін. Сондықтан Алланың алдында өздері жауап береді, Құдай қаласа. Менің де күнәмді біреу көтеру керек шығар. Мен де Алланы танимын, мен де Құдайдан қорқамын. Біздің де иман қарма бар. Көріп отқан, сондықтан енді мен кеше иман болған жоқ шығармын. Сол өкпелерін тесіп бара жатыр ғой енді. Алла хидаят берсін оларға да, не істейміз? Адам. Бірақ жинап тернеп келгенде бәріміз осы ұлтымызға қызмет етуіміз керек. Бітті, бірақ осы сөз.